Жапондық бір топ еріктілер үйде отырған әйелдер немен айналысатынын үйренбекші болады. Сонымен қатар отбасының ауыр жүкін көбірек әйелдер немесе еркектер көтеруіне анықтық кіргізуге шешім қабылдайды. Өз тәжірибелері нәтижесінде олар бұны қысқа алайда әсерлі видеоға орналастырады. Мұна бірі жапондық ер соңғы кездері жұмысқа кеткенде әйелінен күмәндануды бастайды. Себебі кешке әйелі онымен болуды қаламай жүргенін байқайды. Әйелінің әрдайым үй жұмысымен айналысып жатқанына күмәнмен қарай бастайды. Оның ойынша үйде шаршайтындай жұмыс жоқ еді. Әйелінен күмәнданып жүрген бұл жігіт үйіне бақылау камераларын орналастырады. Көп жылдан бері бақытты өмір сүріп келе жатқан әйелінің күні бойы не істейтінін бақылауға шешім қабылдайды. Олардың арасында 2 жасар ұлдары бар еді. Камераны орналастырғаннан кейін жұмысқа кетеді және әйеліні бақылауды бастайды. Алайда күйеуі күткен жағдай орын алмайды. Бірақ та бұған сенбеген күйеуі әйелін бақылауды жалғастырады. Арадан күндер өткеннен кейін жігіт істеген ісіне өкіне бастайды. Себебі әйелінің бір күн бойы жұмыс істеуіне сенбеген еді. Ол кешкісін үйге келгенде әрдайым әйеліне дауыс көтеретін еді және оған сенбейтін. Әйеліне сенбеген бұл жігіт бұл бейнелерді көріп көзіне жас алады. Оның әйелі үйіні тазалап, тамақ дайындайды және сол уақыттың ішінде балаға қарауға әрекет жасайтын еді. Сонымен қатар үйіне керекті нәрселерді алып келетін еді. Сонша нәрсе істеуіне қарамастан жұмыс бітпейтін еді. Баласына арқасына асып, жұмысын жалғастыруға мәжбүр болатын еді. Әйелін сол уақытқа дейін тыңдамаған жігіт әйеліне жасаған әрекеттеріне өкіне бастайды. Сол күннен бастап әйелін қатты сүйетінін, тіпті керек болса үй жұмыстарына да көмектесетінін айтады. Бүкіл әлем бойлап әйелдердің көп жұмыс жасауына күйеулері мән бермейді. Көп еркектер әйелдер үйде оңай жұмыс жасайды, сонда да шаршайды деп ойлайды. Тек қане үй жұмысымен айналысатын көп әйелдер һәм ана болса, жұмыста істейтін адамдардан көп шаршайды. Жапондық жігіт әйелмен басқа дөрекі сөйлеспейтіндігін және онымен әркез бірге болатынын әлеуметтік желіде бөлісті. Себебі миындағы ескі ой мүлдем өзгерген еді. Бұл туралы қысқа фильм жасалынғаннан кейін бұл жағдай әлеуметтік желіде тез тарады. Әлем бойынша әйелдердің еркектерден көп жұмыс істеуі анықталды. Әлем бойлап әйелдер үй жұмысы және балаға қарау кезінде орташа 5 сағат 17 минут уақыт ажыратады екен. Еркектер болса 51 минут уақыт ажыратады. Жұмыс жасайтын әйелдер болса үйге келген кезде тағы көп жұмыс жасайды. Бұл уақытта күннің 4 сағаты өтеді. Еркектер болса үй жұмысына аз уақыт ажыратады екен. Видеоның соңына келдік. Жапондық отбасында болған жағдай туралы қандай пікірдесіз? Өз ойыңызды комментарийда қалдыруыңыз мүмкін. Ал мен видеоны аяқтаймын. Келесі кездескенше.